әңгімесінің мазмұны және кәдеш мазмұттың өмірімен шығармашылығы. Ұйқастама тыңдаймыз ба? Ендеше болады. Қазақтың ұлттық ойыны теңге алу ойыны бойынша сіздерге ұйқастама тыңдайтын болады. Қол көтеріп жауап бере отырыңыздар болады. Тағы бірінші сұрақ. Әңгіменің басты кейіпкері кім? Ажанеке? Байқас. Дұрыс екен. Өте жақсы. Келесі кім теңге алғысы келеді болады? Зейніп? Қабдеш Жұмабек қай жылы атамекеніне қайта оралады? 1968. Көрейік. Дұрыс па болады? Өте жақсы. Келесі теңге кім алса? Расим? Төмендегі шығармалардың қайсысы Қабдеш Жұмабектің туындысы емес? Балуан шолақ. Дұрыс па екен болады? Өте жақсы отыра қойыңыз. Келесі кім теңге? Еркенов? Қабдеш Жұмабек қай жылдар аралығында өмір сүрген? 1936-2021. Көрейік. Өте жақсы, жарайсың. Келесі Сабина. Әңгіменің тақырыбы? Туған жер атамекен. Дұрыс па екен? Өте жақсы. Келесі сұрақ кім теңге алғысы келеді? Ерасыл. Қабдеш Жұмабектің туған жері? Шыңжаң өлкесі, яғни Қытайда дүниеге келген оралман қазақ. Өте жақсы. Келесі теңгенің алғысы келеді? Дәулет. Қабдеш Жұмабектің қазақ қайтып барады әңгімесіндегі шын атауы әңгіменің басында келіп қалады. Ендікші. Ендікші. Қайсы толғымен болады? Ендікші. Дұрыс екен. Жақсы еттің бе? Келесі соңғы теңгені кім алады? Мансұр. Қазақ қайтып барады әңгімелер жинағы қай жылы басылып шықты? Әңгімелер жинағы бар 8. Дұрыс екен? Өте жақсы. 8 сұрақтың 8-іне де толық жауап беріп қалады. Яғни біздер 8 теңгемізді қанжығамызға байладық. Ендеше дәптерлеріңізді аша қойыңыздар болады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қабдеш Жұмабектің қазақ қайтып барады әңгімесінің сюжеті мен композициясы. Өткен сабақта мазмұнымен таныстық, осы сабақта сюжеті мен композициялық талдау жасайтын боламыз. Жазып ала қойыңыздар. Оқу мақсатына тоқталып өтейін. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог құралықтарына талдау жасау, көркем шығармада образ композициясының құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау. Бірінші тапсырма болады. Топтық жұмыс, алдын ала бөлінген топ бойынша сіздерге 3 топқа 3 топтық жұмыс берілетін болады. Бірінші топқа прологтерді талдау, екінші топқа эпилог талдау, алдарыңызда кітаптарыңыз бар. Үшінші топқа сюжеттік композициялық талдау жасау. Сіздерге берілетін уақыт болады 2 минуттан кейін тапсырмаларыңызды айтатын боласыздар. Жаза беріңіздер. Уақыттарыңыз кетті болады. Дайын топ айта жүріңізге болады. Bir minut uақыттарыңыз var. Сабақтың мақсатына сәйкес, бірінші мақсатына сәйкес тапсырмалар қаралады.
болды. Бірінші дайын тұр. Толқын бастайды. Яғни сіздерге берген тапсырма әңгімедегі құралысты тауып, оның оқиғаның басталуына әсерін қалдырды. Бірінші сұрақты оқи қойыңыз, сосын сұраққа жауап береміз. Топ мүшелері сіздер көмектесуге болады. Топ тұруға болады. Түсінді ме? Сізге берген тапсырма әңгімедегі құралысты тауып, Дауысын шығар. оның оқиғаның басталуына әсерін қалдырды. Бұл әңгіменің прологында басында күзгі мезгілдегі тау-іші сипатталған, және де оған қоса байтал шалдың портреті сипатталған. Оның ұзын бойлы және де қара кездегі болған. Толықтырасыздар ма олар? Бірінші сұрақ бойынша топ мүшелері кім толықтырады? Шығармалық прологда өзіңіз білетіндей, ең алдымен бізде күз мезгілін сипаттаумен басталады. Яғни күз мезгілі біздің шығарманың басында қандай сюжеттер, қандай оқиға келе жатқанын бейнелейді. Екінші сұрақ. Яғни бұл бірінші сұрақ бойынша бұл жерде жалпы әңгіме күз мезгілі суреттермен басталады. Бұл жерде психологиялық фотореализмді, яғни қарттың көңіл-күйі мен табиғат құбылыстарын қатар негізде көрсету арқылы. Рәсем екінші сұрақ. Жақсы. Олар топ мүшелері толықтырыңыз, сұрақ толық ашық. Түсінікті ме? Тау-іші ең жайлы күзгі табиғат. Сұрағыңызды оқыдыңызшы. Тау-іші ең бірінші сұраққа жауап берген жоқ па жаңа? Жоқ, апай, ол деген жауабын айтты. Бірінші сұрақ. Барлығы пролог болады. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Ол деген тау-іші ең жайлы күзгі табиғат сипаттамасы прологта қалай көрсетілген. Онда қоңыр күзгі, яғни қонаққа келген қоңыр күзгі сипаттап және жапырақтардың өсімдіктердің сарғайып, және сол жаздың аяқталып, күздің басталып жатқанын сипаттады. Жақсы. Екінші сұраққа жауап берейік. Екінші сұрақта бізде әңгіме негізінен күз мезгілінің суреттелуінен басталды. Күзгі суық пен ең жайлаудың бейнесі кейіпкердің ішкі дүниесімен қалай үндеседі. Жалпы біз өзіміз білетіндей, бізде шығарманың басы күз мезгілімен байланысқан болады. Бұл жерде шығарманың оқу барысында біз психологиялық байланысты байқаған болатынбыз. Яғни Сөзде бізбен қарттың көңіл-күйі да болады. Өйткені өзіміз білетіндей күз мезгілі ол жалпы ортада бізде бір құбылмалы мезгілмен қалыптасып кеткен, адамның көбінесе көңіл-күйі түсіп, жаңағыдай бір мұнды болып жүретін кездердің бірі. Сондықтан мен ойымша, біздің топтың ойы бойынша, автор басты кейіпкерді күз мезгілімен дәл солай қалай ол мұнды болып жүрген күз мезгілімен байланыстырғандарға болады. Үшінші сұрақта толықтырып жібереді. Күзгі суық пен ең жайлаудың бейнесі кейіпкердің ішкі дүниесіне қалай үндеседі. Толқын айтқан кезде бұл жерде психологиялық көрініс қолданылған. Және де автор сипаттап кеткен күзгі суық дала барлығы бос, барлығы жетіп қалған, ештеңе Сіздің мысалдарыңызды естетіңіздер болады. Қанша ондай түрін ешқашан ішкі дүниесі сипаттағандай болады. Себебі оның ішінде айтқандай дым жоқ секілді, оның өмірдің мәнін оның отбасыға шығуғаннан кейін қасында ешкім қалады, өмірдің түрі мәнінде болмай қалады. Және сондықтан оны даланың бос қылып суық көшеден емес, себебі қарттың өзі ішкі дүниесінде сондай болады. Үшінші сұрақ, кім жауап береді? Сіздің топтан? Кім? Прологтағы екінші шынның сипаттамасы. Топ мүшелері қатысыңыздар. Прологтағы екінші шынның сипаттамасы алда болатын ғажайып қиындықтардан хабар береді. Яғни өзіміз білеміз, автор бізге екінші шынның тарихын айтумен болады. Онда екіншінің өзінің елін іздеп келе жатқанда қайтыс болған екіншін сипаттайды. Сонда екінші шынның неліктен танады деген ойға, яғни дәл солай басты кейіпкерде дәл солай жағдайға түскендіктен ол екінші шынның танады деп ойлаймыз. Яғни сипаттамасы солай береді. Қарттың туған жерге оралуы екінші шыңына көтерумен басталады. Келесі төртінші сұраққа жауап береді Максим Аяров. Кейіпкердің құдай енді екі күнді қоңыр берсе, көшкен жеріне де жетіп жығылады деген сөзден мені ұғуға болады. Кейіпкердің осы сөзінен оның қалаған жеріне қатты барғысы келгені, яғни оның өмірлік мақсаты сол көздеген жеріне жету болған. Көздеген жері не болды бұл жерде? Отаны ата-мекен. Өмір бойы сол туған жеріне келуді барып, оның топырағына шығуды армандап болады. Жақсы. Ол пресс-турға төртінші тапсырма? Сол айтады, өзінің
жері өтәңі үшін жанын беруге дайын болған ол өтіп кетсе де немесе болса да ол нұрғанына жетуді армандайды мақсат қылды. Яғни бұндағы оқиғалардың барлығы оқиғаның туралы басталуда. Өте жақсы. Бірінші топ адамдықта бағалы парақ бойынша өздеріңізді бағалай беріңіздер. Кезекті екінші топқа береміз. Екінші топ сіздерге тапсырма берілген эпилогын талдау, яғни қорытынды. Бірінші сұрағыңызды оқи қойыңыз, қарттың туған жерге Қасымның туған жеріне жетуі, арнап уақыттағы ескі қыстауға келуі эпилогта қалай көрсетіледі? Байтас өзінің туған жеріне арнап уақытқа келгенде басқа үйлерге бармай, ең бірінші ескі қыстауға барады. Себебі ескі қыстауда ол бұрында тұрған бірақ қирап қалған үйі болды. Байтас бірден сонда барып өз бөлмесін іздейді. Барғаннан кейін тұмарын шешіп, 40 жыл сақтаған топырағын сол жерге себеді. Қайда сақтайды болады? Тұмарға сақтайды. Соны туған жерге келгенде Сүйеуге. Отыра алыңыз. Екінші сұраққа топ мүшелеріне жауап береді. Мансұр. Оқи қойыңыз. Байтас қарттың 40 жыл бойы бойтұмарын түйіп жүрген туған жер топырағы айнабұлаққа келіп себуінені білдіреді. Бұл әрекетті оның өмірлік мақсатының орындалуы деп санауға бола ма? Байтас қарттың 40 жыл бойы бойтұмарында жинап келген өзінің туған жеріне сақтап келген топырағын себуі бұл менің ойымша автордың жеткізгісі келген астыда тереңде жатқан белгілі бір сипаттауы, яғни теңеуі. Менің ойымша бұл азаттық сезімі. Кейіпкердің өз отансыз адам, ормансыз бұлбұл демекші, өз адам қай жерге барса да өз жерін аңсайды ғой. Ол шекарадан тыс жерде, өзінің атамекенінен тыс жерде жүргенде өз жерін сағынып жүреді. Ал атамекенінің шекарасын аттаған кезде бойтұмарындағы топырағын сеуіп береді. Бұл автордың айтқысы келгені, бұл кейіпкердің азаттығы, яғни өзінің мақсатына қол жеткізуі. Ішкі азаттығы. Бұл әрекетті оның өмірлік мақсатын орындалуы деп санауға бола ма? Әрине, себебі Байтас шал 40 жыл бойы өз атамекеніне орала алмай, шекарашылар оны жібермеуге болатын. Бірақ қазір ол қаншама қиындықтардан өзі өтіп шықты, Құдайдан қанша ғұмыр сұрады. Ол осы атамекеніне оралуы, ол оның өмірлік мақсатының орындалуы деп санаймын. Келесі үшінші сұрақ. Кім жауап береді? Эпилог арқылы автор негізгі ойды қалай қорытындылайды. Жалпы бізде эпилогта басты кейіпкер бастайтын өз туған жеріне атамекеніне жеткен әңгімелейді. Эпилог арқылы автор туған жерде жеп болмас, туған жерде болмас дегендей, туған жерде біздің жанымызға қалай байлаулы түйіле екенін, туған жерден артық, туған жерден ыстық жер болмайтынын жеткізіп берді. Келесі, соңғы төртінші сұрақ. Және сізге жауап береді? Жауап береді. Шығарма соңында пайда болған шекарашылармен ішіліктің бейнесі қандай болып бастайды? Яғни шығарманың нүкте қойылатын жері. Менің ойымша, шығарма соңында пайда болған бұл шекарашылардың ішіліктер Байтастың артына қуып қуғыншылар, яғни Байтастың шекарадан асып кеткенін білген олар Байтастың ішіліктер арқылы өз еліне қайтқанын анабұлаққа қарай кеткенін біледі. Сонымен қатар бұл Саған қандай ой тастайды? Бұл шығарманы соңына дейін бармасы бұрын шығарманы біздер ойлап отырдық. Қарт туған жерге аралай бақытты өмір сүреді. Алайда оның соңынан кенеттен шекарашылармен ішіліктер пайда болды. Солай болған. Сол кезде сіздер қандай сөзіңіз болдыңыздар? Менің ойымша бұл бейне маған сол Байтасты өзінің жат жерге қайтарады деп ойлаймын. Сондай Байтастарды маған. Және де оған қасынан тағы қарау үшін қояды деп ойлаймын. Олар сіздерде қайда менде бір түрлі өкініш сезімі пайда болды ғой. Сендерге солай ма? Әттең шекарашылар артынан келмегенде ғой. Дегенде сезім пайда болды. Отыра алыңыздар, өте жақсы. Жауап өзіңіз барлық тарақтарыңызға бағаладыңыздар. Үшінші топқа берілген тапсырма сюжеттік композициялық талдау жасау. Оқиғаның басталуы. Қайсының топтың шешімі болды? Тыңдап отырамыз. Оқиғаның басталуы күз мезгілі келіп, айнала бозғылт түске айналып, жайлау мен тау ішінің бейнеленуі. Оқиғаның дамуы Байтас шалдың ғұмырының жартысына дейін атамекенін аңсап, бел буып туған жерге жол түсті ғой. Жақсы,
өте жақсы. Жол жүрген сайын алдынан түрлі бөгеттер мен қиыншылықтар. Ол байланысу ма? Оқиған байланысу. Жол жүрген сайын алдынан түрлі бөгеттер мен қиыншылықтар шығып, одан өтіп Құдайға ризашылығын білдіруі. Жақсы. Ары көйіп тыңдайық. Шиеленісуі. Оқиғаның шиеленісуі қар денесінің ауылына шашауына қарамастан, соңғы күшін жинап, Аллаға қарай ұмтылуы. Жолда да кездескен кедергілерге қарамастан қасқыр кездеседі оларда. Барлық кедергіні жеңіп, аштыққа шыдау, яғни төзімділігі да жақсы. Шиеленісуі. Ол жерде жаңа қарын ашып, өзеннен су ішкен жатып, далада боланы жеген және қасқырмен айқасқан болды. Жақсы. Шарықтау шегі. Оқиғаның шарықтау шегі өзінің туған жерінің шекарасын аттап, әкесінің аруағын елестеуі. Түс көреміз. Жақсы, түс көруі жақсы. Енді шешімі қандай болды екен? Оқиғаның шешімі 40 жыл бойы аңсаған ата-мекеніне оралып, туған жердің топырағын құшақтап, арманына жетуі. Дұрыс па олар? Өте жақсы жарайсыздар. Жақсы болады. 3 топта өте жақсы тапсырманы орындап шықтыңыздар, жарайсыздар. Алдарыңыздағы бағалы мұратқа бағалап қойыңыздар. Бірінші тапсырманың болды. Екінші тапсырма. Екінші сабақ мақсатына сәйкес бұл жеке жұмыс болады. Жеке жауап бересіздер. Әңгімедегі образ композициясын құраушы элементтерді тауып сипаттайсыздар. Әңгімедегі образ композициясын құраушы элементтер бұл портрет, мінездеме, талдау, сөйлеу тілі, ішкі жан дүниесі. Енді олардың сұраққа жауап бере қойыңыздар. Шығарманың басты кейіпкері кім? Байтас. Байтас шал. Енді осы байтастың болады. Басты кейіпкерді образ композициясын құраушы элементтер талдап, байтастың образын шығару керек. Келеміз. Портреттен шығарып қарайсың. Талдап ойланып отырамыз болады. Қандай мінездеме, іс-әрекеті, сөйлеуді, ішкі жан дүниесін. Байтас шал ең басында ол деген атайып тұрғанда ол хат болған жерде екеуінің сырт келбеті, жүріс-тұрысы, киімі қалай суреттелген. Ол оның мінезі сезімі қалай көрсетеді. Шал жалпы оны атайып тұрғанда ол хат болған және ол осындай жолда, осындай кедергіге түсетінін білмеген. Яғни жарты жолда адамдарға сүйегін көріп, ашаршылықтан қалған сүйектерді содан қорқып, өзінің үйіне туған жеріне Портрет деген не болды? Шығарманың кейбір шегетті бар да? Ол деген орташа бойлы және киімдері жарты жолда Жүзеу. жүзетпекті және ол киімдері жыртылып бастап жатты. Сол портрет. Жалпы осы шығармада Байтасты сипаттаған кезде ұзын бойлы қара қапсағай шал деп оны сипаттайды. Яғни бұнда ұзын бойлы қапсағай қара шал деп жазуға болады. Жақсы. Жата болыңыз. Отыра алыңыздар. Біз ана документті талдай берейік, сосын сен жаза бересің. Екінші мінездеме. Майдың келе ал. Кейіпкер батыл ма, қорқақ па? Адам мейірімді жанашыр ма, оны қалай дәлелдейсің? Кейіпкер менің ойымша батыр, ол себебі алдында кездескен көптеген сұрақтардан өтіп, оның алдында тұрған қорқыныштан өтіп, өзінің еліне аман жетуі, яғни оған мінездеме берсең, ол сабырлы, шыдамды және шүкіршілік ете алады, және ол Құдайға өзінің ризашылығын әрқашан білдіреді. Толықтырамыз ба олар? Байтасқа. Мансұр. Менің ойымша Байтас шал өте қатты жігерлі, себебі оның бұндай мінезі, яғни сипаттамасы болмайтын болса, ол ата-мекеніне оралмай, өзінің жігерлігін көрсете алмай еді. Екіншісі ол қайсарлығы. Бұған дәйек Қатарға айтып барады шығармасында Байтас шал өзінің қайсарлығын жаңағы жігерлігін арқылы көрсетеді. Яғни ол ақылдыдан гөрі
қайсы сәт төзімді деп жазамын. Мен білсем олар шығарманың басында көрінді ме? Жоқ. Да? Жақсы. Ол жерінде және қайта себебі ол көптеген тек қана 3 малта асты малтаны суға араластырып соны 5-6 күнге жеткізген болады. Бір сөзбен айтқанда қайсы нәтижелі бағыт, да? Жақсы. Сақтап ал. Келесі іс-әрекет. Әбиден аяз. Ол тұруға болады, әбиден отырыңыздар. Айтпай ешкеншен айтуға болады. Ашық. Ватан жер өте алыс жерлер болады. Ол деген сол сағынышын отанға ыстық болатын деп айта кеткенде, ол өзінің отанын сағынып, отанға бағыт шешті. Сол 5 күннің ішінде, 6 күн, 5 күннің ішінде оның алдынан көптеген сол критика шықты. Соның бәрін ол бірге шешіп, бірге жылулықтарына жетті. Сол отанға өзі шыдамдылық арқылы жетті. Жақсы. Толықтыратынымыз бар ма балар? Маржан, толықтырш. Іс-әрекеті. Әңгімеде қиынсәтте қандай әрекет етеді, қандай шешім қабылдайды. Яғни, айлауды сіз шығарасыз. Ойын жинақтар. Ол өзін барған жерінде, ол қиындықтарға тап болған кезде, ол ештеңеден қорықпай, керісінше алға қарай ұмтылып, өзін тәуекелге барған болатын. Іс-әрекеті, яғни ол тәуекел болып, тәуекелге бел буып, өзін ары қарай жолға Мына халықтың іс-әрекетіне сіздер төзімді, қайратты жігер екенін білдіңіздер. Олар енді шығарманың басында тағы іс-әрекет сапарлай болады болар. Ол қарт адам. Осы өте тұра, естеді болар. Еңбекші шыққан шықты болар. Оған дейін қаншама физиологиялық, физикалық күш жіберу керек, соны не етпейсіздер болады. Ойланыңыздар тағы. Отыралым. Толықтырыңыздар ғой, тағы қандай іс-әрекет бар. Сіздерге үлгі болған деп айтайыншы. Байтас өзінің алдына мақсат қойып, үлкен мақсат қойып, ол мақсатты істесе, ол өліп кетуі де мүмкін еді. Өлім мен өмірдің арасында тұрса да өз мақсатына ұмтылып, соңында ол туған жеріне жетті. Сонда оның мақсаты орындалды. Жақсы. Сосын бұлар бұған қоса кетейін, өзеннен өтуі ше? Өзеннен де өтуі қасқырмен айқасып тұрса. Неге соны айтпайсыздар бұлар? Емхан толықтырады. Сонымен қатар айта кетсем, оның мен сыпайылығы мен жаңа қамқорлығын айта аламын. Себебі ол өйткені оның немересі болып, сол немересін бағып кеткенде, ол түрмеге түскенде немересі сол шаусыз өмір сүре алмай, өмірден озған еді. Ол өмірден озбас бұрын осы немересі осы шаусыз бар өмір сүруі мүмкін емес еді. Сол себепті біз оның жаңағы ақкөңілділігін көре аламыз, мейірімділігін, осы іс-әрекетінен мейірімділігін көре аламыз. Сол жаңа шығып да? Жақсы. Келесі, кім шығады? Сөйлеу. Болып тұруға дайындалып отырамыз. Байтас қарттың сөйлеу тілі. Кейіпкердің ойлары диалогы сөз қолдану арқылы оның тәрбиесі мен мінезін қалай ашуға болады. Жалпы кейіпкер әр қиындықтан өткен кезде ол Құдайға тапыр. Яғни Құдайға ризашылығын білдіреді. Маған енді екі ақ күн көмектесші, туған жерге жетуге 2-3 күн қалды деп ол Құдайға сынады. Яғни ол сөйлеген кезде өте мәртебелі шыншыл сөйлейді. Бұл жерде Айназа саған сұрақ. Байтас қарт кіммен сөйлесті? Жалпы диалогқа түсті ме шығарма барысында? Кіммен? Айтшы. Көбінесе монолог болып, бірақ бір рет диалог болды. Монолог болды. Яғни өз-өзімен сөйлесті. Кейіпкердің ойлары өз-өзімен сөйлескенде ол мақал-мәтелдеріне қосып отырды және ойып жақсы ойлауды. Мысалы, долана жеп отырған кезде мақал айтады, сосын оның қасқыр артынан жүріп келе жатқан кезде барлығын ойластырып қояды. Ол жалғыз болса, маған да оны ұту қиын болады, оңай болады деп. Сосын тасқа мініп,
түнде оны теуіп оны өлтіреді. яғни бұл брал деген сөз қарттың өзінің ішкі ойы да. Ертең толықтырақ. және бұл шығармада идеал ол оның бірі оның немересі Төлеутаймен, яғни ол сол немересі қайтыс болғанын еске алып, сонымен сөйлескенін еске алады, яғни олар қазатуға шыққан кезде аңшылыққа, сол кезде немересі Төлеубай оған айтады, мына Төлеутай, атамына қаздарды атайықшы деп айтқан кезде атасы айтады, жоқ, ол қаздар туған жеріне бара жатқан қаздар оларды атуға болмайды деп. Сол кезде бұл диалогта атасының немересіне деген тәрбиесін көруге болады. Және де екінші диалог ол түсінде көрген әкесі Тұяқбаймен диалог. Ол кезде Тұяқбай өзін баласын өзіне қарай шақырады. Сол кезде Байтас әкесіне айтады, мен туған жеріме келдім, 40 жыл бойы аңсаған туған жеріме келдім деп. Сол кезде әкесі Тұяқбай сол ақкөзбен кеткен кезде яғни шығармада олар қарттың еске алған кездегі әкесімен және немересімен диалог бар. Осы жерде жаңа бір сұрақ пайда болып тұр менде. Жаңағы шықты немересімен қайтып бара жатырған қазды. Енді осы қазбен қаздың тағдырымен деп айтайыншы. Байтас қарттың тағдырының арасында байланыс бар ма? Және шығарма осы жерден неге қазақ қайтып барады деп аталды. Байтас шалмен қыздардың арасында байланыс бар, себебі сол қыздар да Байтас та өзінің туған жеріне қарай бара жатырғанын білмеген бұл шығармада. Жақсы. Екеуі тағдырлас сөйлеу болады да олар. Жақсы. Тоқымда қойылғаннан енді Байтас қарттың ішкі жан дүниесін көрейік. Ал қойыңыз. Жалпы біздің кейіпкердің ішкі сыры, терең сезімдері мен ең үлкен арманы қандай еді? Жалпы ішкі жан дүниесіне келетін болсақ, өзіміз білетіндей басты кейіпкер ол өте қатты өз жерін аңсайды. Айтады ғой, адам қазақ пәлен жерде алтын бар, өз жерінде болмас деп. Яғни ол жерде біздегі кейіпкер ол өз жерінен қатты барғысы келеді, соның қатты аңсайды, өз жерін сағынады. Өйткені оның түсінігі бойынша өзінің бақыты, өзінің барлық ішкі жан тыныштығы дүниесі сол өз елінде болды. Ал екіншісі оның бір үлкен армандарының бірі ол өзінің жалғыз деген бір тұқымын, яғни баласын сақтап қалғысы келді. Өйткені ол өз баласы, өзінің немересіне үлгі болғысы келді. Оған үлгі болғысы келіп, оның тәрбиелі ел мақтан ететін, өзінің ұрпағын тұқымын сақтап қалатын бала етіп тәрбиелегісі келді. Олар мақтан мәселе қолданғанда, кәдімгі орынды дұрыс қолданыңызға жарайды ма? Сабина. Байтас шалдың ішкі жан дүниесі мұңға толуы мүмкін. Себебі ол ең басында ашаршылық кезінде өз ата мекенін отанын тастап кетіп басқа жерге көшуге мәжбүр болады. Екіншіден ол өзінің ұлы, қызы, келіні, әйелі барлығы берген жүрек аурудан қайтыс болған. Қасында тек өзінің немересі Төлеутай қалған. Бірақ ол Төлеутайын да аман сақтай алмай қалды. Сондықтан ол өзінің сайлауын қасында алып жүре алмады, оны сақтай алмады деп ішкі жан дүниесі мұңға толы болады. Енді оны ол айтты ki Төлеутайға қайтыс болған. Оның өмірдің сүру мәнінде кетіп қалған болған болады. Енді оның ең басты мақсаты арманы сол ата мекеніне қайту болған болады. Ата мекеніне қайтатын кезде екінші залына өнген кезде ол етін сол ашаршылық кезінде туыстары тағы сүйектерін көрген болады. Яғни ішкі жан дүниесі мұңға толы да? Нақтылай қойыңыз сосын. Және де жаңа кезде оның ішкі әлемі қыздардың қақында бөліну болғанымен, бірақ сол қыздар сияқты өз ұясына шыққан асқақлыққа толы және де туған жерге деген сағыныш. Осы кейіпкердің, яғни Байтастың ішкі жан дүниесін сипаттайтын болсақ, о да сағыныш, өкініш және мұң сезімдері болды деп ойлаймын. Себебі сағыныш ол туған жерін аңсауы, мұң ол өзінің жақындарынан, содан кейін өзінің немересінен, мұңға толы дедіңіз,
біреуіміз асқа ұлтқа тоғыз дедіңіздер, мыңға тоғыз дедіңіздер. Сонда бала менен мынандай сұрақ қойдыра қойыңыз. Сонда хат деген өмір бойы бақытсыз болу ма? Еще мыңға толы болды ма? Бұлар шығарманың теоретиктерінде бар ғой бұлар. Хат қай жерде бақытты болады? Оның ішкі жан дүниесі менің ойымша өте мейірімді және де балаларға ашық, себебі бұл немес тірі болған кезде ол барлық ешқандай қиындыққа қарамай өте қатты ашаршылық жүк кезінде оған бір аңдарды өлтіріп алып келетін болатын, аңшылық жалғастырған болатын. Яғни ол барлық жан жақта қырылып жатқанда ол өзінің немересін сақтай алған болатын. Меніңше оның өте қатты мейірімді екендігі бар, қамқор екендігі. Ашаршылықтан барлық адамдар дүниеде өтіп жатқанда ол немересін аштықтан алып шықты. Сосын болады, оның немересін өткен сәтті бақытқа толы ғой. Рас болады. Мына тапсырманы аяқтайды. Сонымен байтасқа ұзын бойлы қара сары шал, сіздердің жазуларыңыз бойынша шыдамды, қайсар, батыл, іс-әрекеті отанына барлығы сөйлеу тілі, ішкі ойы, Құдайға ризашылығын білдіру жақсы, ішкі жан дүниесі, өз еліне сағыныш, баласының жақсы баласын қателікпен жақсы тәрбиелеу. Яғни біз байтас қарттың образын құрастырушы элементтерді аша алдық деп ойлаймын. Енді үшінші тапсырмаға назар аудара қойыңыздар. Үшінші тапсырма. Бұл да болады жеке жұмыс. Жалпы қазір қандай конкурс қарайды? Шығарманы оқу барысында болады. Байтас шалдың өз еркінен тыс туған жерден кеткен байланысымен болады. Енді қазіргі уақытта болады. Өз еркімен шетел асып, шетелде қызмет етіп жүрген біздің қандастарымыз қаншама береді. Жақсы мигранттарымыз енді тапсырма сіздерге болады. Жасампаз жаңа идея сіздерге жеке тапсырма ойланып отырыңыздар. Ер азаматтардың шетелге көшуін азайту, жаймен қылатын өз елінде өмір сүруге деген қызығушылығын арттыру мақсатында қандай жаңа идеялар мен тиімді жобалар ұсынылып берілді. Яғни қандастарымыздың шетелге барып қоныстанбауы үшін, өз елімізде еңбек ету үшін қандай идея ұсынасыздар? Қалай ұстап қалар едіңіздер? Ойланыңыздар. Ойлануға бір минут уақыт беріңіздер. Тапсырма түсінікті болар. Екінші тапсырманы бағалау талаптарыңызға бағалау теңізді болады. Қазір шыны болады. Қазір мен ойланып жаңа идея, тың идея. Жазуға боласыз ба? Жоқ, қағаз алып шеті саласыздар. Бұл өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Мынадай артық шығады. Неге? Кімге жетсіз? Не қалауыңыз? Бақыт бол. Так, Ерасыл. Сен қандай жаңа идея ұсынар едің? Менің ойымша қазіргі жастардың шетелге кетуінің басты себептерінің бірі ол Қазақстанда табыстың азаюына аздығы деп ойлаймын. Себебі қазіргі жастардың көбі шетелге барып көптеген көп ақша тауып сол шетелге кетеді. Сол үшін қазіргі жұмыстардың жалақысын көтеру керек деп санаймын. Яғни сен ұстап қаласың, жаңа идея жалақысын көтеруді. Одан да басқа тың идея бар ма? Менің ойымша Қазақстандағы көптеген жасөспірімдер мен жас мамандар шетелге кетіп жас мамандар. Неге жасөспірімдер? Соны айтшы. Жасөспірім сіздер? Жасөспірім дегенде қалай университетке келетін жастағы адамдар. Жасөспірім емес қой. Жастар мен жас мамандар, олар шетелге шығып кетіп жатады. Оның себебі Қазақстанға жеткілікті университеттер мен жаңадан яғни
жаңа жұмыстардың жетіспеуі деп ойлаймын. Себебі шетелдерде Оксфорд, Гарвард деген секілді университеттер болса, біздің Қазақстанға көптеген иммигранттар келеді деп ойлаймын. Яғни бір сөзбен айтқанда сендер Оксфорд университетте университет жалпы осы біздің қазақтарымызды шет елдерге көшуін азайту үшін көптеген идеялар ұсынуға болады. Менің ойымша, жалпы олардың көшу себептері әртүрлі. Медицина жағдайы болуы мүмкін. әртүрлі айтпа. Бірі неге? Туризм. Неге? Мен туризмді таңдаймын, себебі осы көп қандастарымыз шетелдерге көшуінің басты себебі осы деп ойлаймын. Себебі мысалы шетелдерде туризм дамыған, оларда әртүрлі адамдар қызығатын жерлер, сондай қызықты Түсіндім. Яғни сен туризмді дамытасың, ба? Сонда бізде туризм дамымаған ба? жоқ, одан сайын Менің ойымша, қазіргі кездегі көбінесе басқа елге көшіп кетулердің себептерінің бірі ол ең алдымен медицина саласы. Қазіргі кезде Қазақстан мен басқа елдерді салыстыратын болсақ, Қазақстанда көптеген балалардың ауылында, үлкен адамдардың ауылында көбінесе қазіргі кезде Үндістан, Қытай деген сияқты елдерге емделуі. Менің өзімнің ұсынатын жобаларымның бірі ол ең алдымен медицина жобасын жақсарту, яғни шетелдерде саласын жақсарту. Шетелдерден білікті мамандарды алып келіп, біздің осы Қазақстанға білім беруге, немесе сол адамдарға көмектесуге, бізде сол жерден қолданатын құралдарды, препараттарды, дәрілерді осы Қазақстанға алып келіп медицина саласын дамытуды ұсынамын. Жақсы идея болады. Білікті мамандарды Қазақстанға әкелуді жақсы. Аял, айтасың. Маған қызық болды сіздердің идеяларыңыз. шетелге біздің жастардың шетелге көшіп кетуі және шетелге қызығушылығы ол біздің елдегі туризмнің және де ішкі экономиканың шамалы болу деп санаймын. Себебі мысалы басқа елдерде ресурстарды өндіру үшін басқа көрші елдерден ең жақсы мамандарды алып келеді. Ал Қазақстанда сол ресурстарды керісінше одан да арзанға сатып жіберіп, негізінде оның орнына мамандар келіп, сол ресурстарды өңдеп, өзіміздің экономикамызды жақсарта алады. Жақта біздің жасап жатқан нәрселеріміз өте Өзімізде өндіреміз, бірақ аралай экспортқа ұсына алмаймыз. Сол жағын жақсартсақ, біз өзімізде өндеп, өзімізде мәдени жағынан да, экономика жағынан да жақсы дамиды. Жастардың қазір көбі спортқа деген көзқарастары жақсы. Олар жастайынан түрлі спортқа қатысып, соған қызығады, болашақта үлкен адам боламыз деп ойлайды. Бірақ та қазір Қазақстанда спорт өте төмен деңгейде дамыған, және білікті мамандар бапкерлерінде жоқтығы да және де ол деген әлемдік деңгейге жете алмайтыны соған мойындау. Иә, онда болады. Қараңыздаршы, туризмді дамытсақ, ішкі экономикамызды дамытсақ, медицинаны дамытсақ, жаңа не айтты? Университетімізді көбірек жоғары деңгейде тұратын болса, онда біздің қандастарымыз шетелге айтасың. Ағылмайды да болады, өз елімізде өзіміз өміршілеріміз. Менің ойымша, қазіргі кезде біздің елде қазіргі көбінесе бизнесмендер, саудагерлер өте көп. Солардың бірі қазіргі кезде Қазақстандағы тауарлардың нарықтағы бағалары бізде Қазақстанда қымбат. Сондықтан қазіргі кезде көптеген саудагерлердің Қытай, басқа елдерде тұрады. Былай қарасақ, олардың саудалары осы Қазақстанда неліктен өйткені олардың сол басқа елдерде тауарлар шынымен арзан. Менің ойымша, біздің Қазақстанда нарықтағы бағалардың құнын түсіру керек деп ойлаймын. Және тағы бір мәселесі, қазіргі көптеген жастар, көбінесе жастар басқа елдерге көшеді. Сол көшкен көбінесе.
ал жақсы көрінесіз. Себебі олардың көшу себептері мысалы әлеуметтік желілерде әлеуметтік желілерде басқа елдерде қандай әдемі және қандай өте көп туристер бар екенін көріп қызығып солармен бірге болғысы келеді. Ал ол жастар көше бермей керісінше осы Қазақстанда қалыптасқан дамысатын болса, керісінше осы Қазақстанда иммигранттар көбейеді де Қазақстан барлық жерлер дамиды, адам саны көбейеді. Олар нені түсіндік та, олар сіздердің идеяларыңыз өте жақсы да. Менің естуге болады, болашақта сіздің Қазақстанның болашағысында олар. Осы идеяларды өз уақытында жүзеге асыруда сіздерге келеді. Түсінікті ма болады? Маған сіздер бағалы қарақтарыңызды жинап бере қойыңыздар. Әкеле алыңыз. Бағаладыңыздар ғой сіздер. Бүгінгі сабақ бойынша болады. Өте жақсы қатысқан. Толқынға 10 балл. Сабинаға 10 балл. Аялуға 10 балл. Еркенұрға 10 балл. Мансұрға 10 балл. Аялуға 9 балл. Динаға 10 балл. Өте жақсы болады. Бұл тапсырмаларды өз деңгейлеріңізде өте жақсы орындап шықтыңыздар. Кері байланыс жасай қойып, олар сабаққа, яғни алтын сақал ойыны арқылы сабаққа кері байланыс жасай қойыңыздар. Сөйтіп солар тұра қойыңыздар. Қайсысын таңдағыңыз келіп өзіңіз қараңыз. Алшы, срешет, шет, оңқа, қандала қойып бүктеді. Тез. Тұра қойыңыздар олар. Бүгінгі сабақ бойынша. Керек емес, оқымай ақ қойыңыз. Келесі. Тез. Өте жақсы болады. Егер тапсырманы жазбалап алыңыздар. Егер тапсырма монолог жазды. Эпилогтар туған жерге жеткен сияқты монолог түрінде жазасыздар. Жазбалап алыңыздар. Сонымен болар сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабақ мақсатына жетті. Өте жақсы қатыстыңыздар. Сіздерге айтарым болады. Жалпы шығарманың идеясы, қазақ айтқан әңгімесінің идеясы, туған жерді құрметтеу, яғни сіздерді оқырмандарды туған жерді сүюге шақыру болады. Ендеше болады, сіздерді жас өрендерді туған жерімізді сүюге, құрметтеуге, ең бастысы қай жерде білім алсаңдар да болашақта өз елдеріне адал қызмет етуге шақырам болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер тапсырманы жазып алдыңыздар ма?